Дәл осындай керемет әдемі гүлдер, керемет анаға. Ал роддомға кеп қалдық. Алла қаласа Зухражан құтты болсын. Достарың жиналып күтіп тұр сені. Ал біз қазір күйеуіміз екеуміз Ресбитамен Зухраның выпускасына бара жатырмыз. Бүгін Зухра роддомнан шығып, Алмайсен үйіне оралады. Бізде Алматыда погода деген мынандай болып тұр. Жаңбырлы, бұлтты. Біз жаңбырлы көргенмін, әппақ киіп аламын болып шыққанда. Біздің еще есіміз қандай тұрсайды. Мына Алматының пробкасын көріп жатқан шығарсыздар, иә. Барлығында сторисінде жүр әйтеуір. Пробка деген енді сұмдық. Бір көшеде тұрғанымызға уже жарты сағат болды. Жүрмейді машиналар, білмеймін. Жүрді. И то газ қалуамыз деп жүрміз. Ё-моё. Светофорға үлгере алмай қалдық. О, боже, сонымен мама, я кешіктік. скажу с ума. Біз қалып қойдық выпускада. Өкінішке орай. Ничего, главное, Аман-есен үйлеріне жетіп. Енді погодада жаман болып тұр, күтуге де болмайды оларға. Бала ауырып қалады деген сияқты үшін. Аман-есен үйлеріне жылы орындарына жетіп алса болды бізге. Так, мынау не жауын, қандай жауын, а? Кімнің көз жасы мынау, а? Жауып отқан. Кім гүл алмай қалып жатыр бүгін, а? Қыздар айтыңдар, қайсың гүл алған жоқсың? Кім жылап жатыр деп. В общем, бір сөзін айтқанда Бексұлтандардың, Зухралардың выпускасына үлгермей қалдық, сөзін ашық. Бір жұмыстан кешігіп келіп, үйден жетеміз дегенше қазір 2 сағат көрсетіп тұр ғой, аяқым. Біз үлгермей қалдық. Осылай болды. Шымкентте енді біраз қалам ба деп ойлап отырмын да, енді просто көрейін деп осындай бір жақсы үй тауып алдық. Мына жақта менің нелерім отырады. То есть көмекшілерім ұйықтай береді, көмекшілерді қоясың. Мынау менің комнатам. Қалай жатты үй? Жақсы, бабында. Тұрдың сразу киінесің. Тап-таза екен енді. Ең ұнаған кофе машина бар. Біз ішке кіріп тұратын емес те, Сұраққа сәтті отырады, сұрасы. Еще раз қандай? Болды, ішіп тұра береді. Қайда болды? Что чехолды? Придумай, Ауыр тырнақтар. Видимо ағықсема. Видимо ағықсема. Біз пробка тұрып қалдық па, не алдында? Кешіп тұрған. Ал қыздарыңыздың жағдай осындай. Көбі сұрап жатыр Зухра қалай деп. Кішкене ауырып жатыр. Мен бірдеңе айтайын ба? Ана елдердің әйелдері бар ғой. Босанғаннан кейін красавица болып жатады ғой, видеоға түсіп. Макияжбен ба? Сонда мен сорлы әбіріп, түрім қашып, бетім ісіп, түрім білмеймін, бір бабай сияқты болып тұрмын. Жоқ, әдемі болып отырсың. Жоқ, қайтып жиналып әдем болып кететтім да. Мен ісіген жерім бәрі ісіп, ауырған жерім бәрі ауырып, ана запчастьтарым шашылып жатыр ғой. Жинай алмай отырмын ғой, ауырып. Мысалы, қыздарыңызға келдім, жағдай жақсы, Аллаға шүкір. Бөпеміздің де жағдайы жақсы, тәтті болып ұйықтап жатыр. Сол мамам қасында бүгін 2 күн мамам болады, ертең бұйыртса выписка бізде. Ертең роддомнан дүркіретіп тұрып, құдай қаласа балапанымыз шығарып аламыз ұлымызды. Сосын үйде өзіміздің қасымызда, өзіміздің қарауымызда болады, Алла қаласа. Сол балапанымыз өмірге келді, енді жаңа өмір басталды бізде, отбасылық баламен өмір басталды. Ол мүлдем бөлек дүние сияқты, сондықтан да бүкіл отбасылық өмірдегі баламызбен болып жатқан дүниені сіздерге көрсетіп отырамыз. Қызық қой ол, иә, жан? Иә. Енді шошып кетесің. Екеуміз бар ғой. Тентіреп не істеп жүрдейсіздер мына коридорда. Интернет жоқ, неге шыға алмаймын, инстаграмға шыға алмаймын. Сонымен өстіп тентіреп Wi-Fi іздеп жүрміз. Wi-Fi дегенде сеть ұстайтын жер осы жер екен, су екен бірақ. Иә, сол интернетке жаңағы жалпы әлеуметтік желіге неге шыға алмай жатыр деп уайымдап қалмаңыздар. Мына жерде сеть ұстамайды достар, солай. В общем, біздің үйде ажиотаж. Мында күйеу балам отыр. В общем, қол дейтін, в общем, дрель, короче. Күйеу балам екеуміз комод құрастырып жатырмыз, детский комод, пеленальный столигімен. Мебельшік емес, біз енді иітіп бүйтіп екеуміз құрастырып бірдеңе жасап жатырмыз. Ертеңге қызу дайындық сол. Ұйқы жоқ. Дайындаламыз ертеңге, Алла қаласа. Я күйеу балам?
күйеу балам болмаса қимап қойнап тұрмын ғой мен. Короче, ішім пысып кетті да сіздермен әңгіме айтқым келіп жатыр. Түнгі сағат 3. Біз бүгін демалып жатырмыз достарымызбен. И, в общем, бүгін туған күнге бардым. Сөйтсем дресс-код деген кәдімгідей яркий цвет киімдер екен да. А мен черный болып бара салғам ғой. Қарамағам ғой. Даже қарасам да ондай киім таппайтын едім, өйткені қазір киім сыймай қалған. Сәл салмақ қосып алғам. Ішім жібермейді киімдерді, короче. Бұйырса осылай босанам деп ойланып жатырмын. Өйткені менде кесарь болғаннан кейін бәрібір плановый кесарь жасайды ғой. Датасын белгілеп деген сияқты. Бұйырса 11 күні УЗИға барам, 13 күні операция жасайтын адамға барам. Сонымен 13 күні нақты жауабын айтатын шығар деп үміттенім. Сол кезде сіздермен обязательно бөлісетін боламын. Негізі өзім мұжып, өзімнің әңгімемді айтып отырған жақтырмаймын да, бірақ кейбір адамдар солай бөлісіп отырған жақсы көреді. Сол үшін бұл стористар арнайы сол кісілерге мен тыңдайтын деп па. Сонымен ертең выпускаға барамыз. Бүгін сәл шаршап қалдым, еще қазір менде қарным тойса бір нәрсе жейсің ғой. Қарным тойған кезде ішім прям тұрысып қалады ғой. Сөйтіп демаламай отырам, ух деп. Ал ештеңке жемеген кезде, қарным ашып тұрған кезде спокойно жүрем. Еще қарным ашып тұрса, тоже бір жағынан жаман. В общем, сондай. Менде қазір беременность осындай өтіп жатыр. Осы беременностьта бір қуанатыным, ешқандай да угроза болған жоқ, шүкір Аллаға. Больницаға жатқан жоқпын. Андай спокойно болып жүрмін. Күйеуім менде ұрыспай деген сияқты. Көстемесін. Ауа жетпей жатыр. Жөтеліп қатты кетті. Қазір әрең ұстап жатыр. Ішім алып тоже. Қалай жазыламыз құрсын, не істеу керек, дәрі шамай алдық қой. Ал енді біз қайдамыз? Қараңыздар. Қала полный көрінеді. Осындай керемет үйлер, таза ауа, ауласы да керемет. Қой демалайық біз енді. Шүкір. Достарымызбен жиналып бас қосып әңгіме айтып демалайын деп жатырық. Өзі қыздарға жақын абайда. Жігер. Ұялып қалды ғой. Ялған маған саған ғой, яты қатты барды. Ойбай. Жігерім.